Қайырлы күн, бүгін біз теңдеу туралы қарапайым тілде қалай түсіндіреміз балаларға. Ең алдымен қосу амалына берілген теңдеуге назар аударамыз. Бұл жерде сіздер балаларға қосу амалының компоненттерін қайталатасыздар. Бірінші тұрған қосылғыш, екінші тұрған екінші қосылғыш, үшінші тұрған қосындының мәні. Егер бізде бірінші қосылғыш белгісіз болса, онда біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтып, бірінші қосылғышты табамыз деп айтамыз. Ал егер екінші қосылғыш белгісіз болса, онда тағы да қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтып, екінші қосылғыштың түбірі қаншаға тең екенін табамыз. Осы жағдайда азайту амалына берілген теңдеуді қалай түсіндіреміз? Азайту амалымен берілген теңдеуді түсіндіру үшін тағы да сіздер азайту амалының компоненттерін еске түсіресіздер. Азайту амалының компоненттері: бірінші азайғыш, екінші тұрған сан азайтқыш, үшінші тұрған сан айырманың мәні. Азайғыш белгісіз болған кезде біз айырманың мәнін азайтқышпен қосып, азайғыштың қаншаға тең екенін білеміз. Ал егер азайтқыш белгісіз болса, онда азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сол кезде біз азайтқыштың түбірі қаншаға тең екенін білетін боламыз. Сіздерге осы көрнекіліктер, мынау карточкалар қажет болса, біздің тегін телеграм каналымыздан көрулеріңізге, алып пайдалануларыңызға болады.